Қазақ тілі қазақтың мәдениетімен біте қайнасып жатқан рухани қазына. Қазақ тілі өзінің даласындай бай. Қазақ сөзі қашанда даланың қоңыр желінде аңқылдап еркін есіп тұрады. Қазақ тілі қасиетті қазақ домбырасының үнімен үндесіп жатады. Және де қазақ тілі батыс түркі тілінің қапшық тармағына жатады. Бұл тармаққа кіретін тілдер қарақалпақ, ноғай, татар, башқұрт, қырғыз, қырым татары және де тағы басқа тілдер. Қазақ тілі өзіндік әдеби, ғылыми және саяси жазу нормасы қалыптасқан бай тіл. Қазақ тілінің тарихи әртүрлі тарихи кезеңдерді бастан кешкен қазақ халқының тарихымен тығыз байланысты. Оның қалыптасуға бет алуы 11-12 ғасырлардағы түрік қағанатының пайда болу кезеңінен басталып, 20 ғасырдағы қазақ хандығы тұсында әбден қалыптасып болған еді. Басқа түркі тілдерімен салыстырғанда сөздік қоры жөнінен қазақ тілі ежелгі таза қалпын тұтас сақтап келе жатқан тілдердің бірі. Ғалымдардың пайымдауынша қазақ тілінің ауыз әдебиеті және жазба әдебиеті сияқты екі қайнар көзі бар.